Менің атам Омар Сағи 1922 жылы тамыз айында Ақтөбе облысы Ойсылқара селолық советіне қарайтын Көкпекті колхозында дүниеге келді. 2 жылдық мектепті бітіріп, 1941 жылы 19 жасында әскерге алынды. Әскери борышын Орынбор облысындағы Чашкан станциясында атқарды. Сол жақтан Ұлы Отан соғысы басталысымен майданға аттанған. Сталинград майданында атқыштар полкінде қатардағы жауынгер болып, жаудан тазарту операциясына қатысқан. Оған дейін Украина, Белоруссия жерінде Дон және Волга өзендеріне және көптеген қалалар мен селоларды жаудан құтқарған. Атамның соңғы шайқас туралы сөзінен. 1942 жылының қоңыр күзі еді. Сталиннің бұйрығымен рота командирлері біздің рухымызды көтеріп, артқа жол жоқ деп ұрандап шайқасқа аттандырды. Фашистерге қарсы сұрапыл шабуыл кезінде фашистердің артиллериялық бомбалау снарядынан жарақат алдым. Ес-түссіз қанша жатқаны белгісіз, топыраққа көміліп қалыппын. Есімді жиып көтерілейін десем, аяғымды сезбедім. Алыстан дыбыстар естілді. Бұл жаралы адамдарды жинап жүрген санитарлар екен. Осылай госпитальға түстім. Снарядтың жарықшақтарынан алған жарақаттан уыта жасалып, сол аяғымнан айырылдым. Онымен қоса денеме тереңге батып қалған жарықшақтармен госпитальдан шықтым. 43 жылы бірінші топтағы мүгедек болып елге оралады. Ол ерлігі үшін еңбекте үздік шыққаны үшін медаль ордендармен марапатталған. 1-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысының ордені, 3-ші дәрежелі даңқ ордені, Германияның 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысында жеңгені үшін медаль, және жеңістің 20, 30, 40 жылдық мерейтойлық медальдармен марапатталған. Бала күнімде оны орден медальдарын ақтаратыным есімде қалып кетіпті. Олармен ойнағанды жақсы көруші едім. Маған әрбірі қызықты болатын, әсіресе даңқ ордені әдемі көрінетін. Атам 11-ның соғыстан кейінгі жылдарын Новороссийск ауданының Қызылқайын елді мекенінде еңбек етті. 1988 жылы 18 қазан айында Ұлы Отан соғысында иеленген денесіндегі 18 жарықшақпен 66 жасында өмірден озды. Жұбайы Омарова Шарипа екеуі 3 ұл, 4 қыз тәрбиеледі. Балаларынан немере шөберелері бар. Біздің аталарымыздың замандастары азайып барады. Ардагерлер қатары сирейіп келеді. Ол заманның адамдарына қарасаңыз, қайтсем де адам баласына пайдам тиер деген мақсатпен өмір сүреді. Осы мінездері бүгінгі ұрпаққа сабақ болса екен. Ата, біз сізді ешқашан ұмытпаймыз. Бізге бейбіт өмір сыйлаған барша соғыс майдангерлерін өзімнің бауырларымның, туыстарымның және достарымның атынан осы қастерлі мереке жеңіс күнімен құттықтаймын.